Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да. Ай, лайк бассаңыздар, көңіліме бір келді. Ал, басқа не сұрақтарыңыз бар? Айтыңыздар, мен сол сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Сәке, Алматыдағы Ұйғыр районының атын өзгертейік дейді. Бұл туралы біздің көзқарасымыз баяғыдан белгілі. Екі бастан айтып қойдық, қайталап отырмаймыз. Оны әдейіге Назарбаевтық жүйе 30 жыл бойы өзгертпей келіп отыр. Егер әділетті Қазақстан болса, онда бүкіл Қазақстанда 138 диаспораның бәріне бір аудан облыс атын берейік. Бұл бір. Ал егер неге бір ғана диаспораны даралап қояды? Екі. Үшіншісі, ол жер ұйғырлардың тарихи ата-бабасының жері емес. Олар күні кеше ғана Шарросия оларды мәжбүрмен көшіріп алып келген жер. Олар қазақ жерінің иесі емес, және қазақ жерінің байырғы тұрғындары емес. Олар келімсектер. Олар қазақ жерін паналап қалғандар. Сондықтан ол ұлттың атын ол жерге беру үлкен тарихи қателік және саяси қателік. Тарихи негізі жоқ, саяси негізі жоқ. Оның барлығы қазақ халқының жауы Назарбаевтың әдейі істеген ісі. Міне, менің айтарым осы. Тағы қандай? Референдум. Референдум деген саяси ойын, Тоқаевтың ақша жасау ойыны, батысты Еуропа мен Американы алдау ойыны. Ол референдумға сен барсаң да даусың тұр, бармасаң да даусың тұр. Сондықтан бүкіл қазақ біз референдумға бармаймыз деп бойкот жариялап, әлеуметтік желіде видеоларыңызды салу керексіздер. Біздің нағыз ата жұртта видео үндеу тастау керексіздер. Сөйтіп референдумға бойкот жариялаған қазақтың саны 1 миллион болғанда, отбасылармен қосқанда 5 миллион болғанда, біз ақ статистиканы жасап шығарамыз. Міне референдумның өтірік екендігі деп. Сондықтан референдум дейтін нәрсеге жаңағы сенбеңдер. Ол тағы да бір Назарбаевтың 30 жылдық жаңағы бітпейтін қаулайлым деген ертегісі сияқты бітпейтін саяси ойын, саяси масқара ойынның біреусі. Тағы не әңгіме бар? Сәке, сізді не Қытайдан келген қазақтар ұнатпайды дейді. Бұл сұрақ қисық сұрақ. Мені Қытайдан келген қазақтың 99% ұнатады, жақсы көреді, туыстарын құтқарған біз. Қытайдан келген қазақтардың ішінде қолына қалам ұстаған ат төбеліндей сұмырай журналистер бар. Олар көбі қытайшыл және Қытайдың Қазақстандық компаниялары қаржыландырады. Олар сол телеарналарға, газеттерге, сайттарға, журналдарға кіріп алған. Бұл бір. Арнайы сондай мынау Қазақстанның жазуын білетін, Қазақстанда арнайы оқыған сондай сұмырайларды Қытайдың ұлттық компаниялары бөлек айлық беріп отыр. Олар күні-түні сол Серікжанды жамандаумен айналысады. Себебі олар қосымша айлық алып отыр. Бұл бір. Екіншісі, мынау Қытайдың Қазақстандағы 4 диаспора ұйым бар. Біреуінің аты Жебеу, Қазақстандағы Қытай диаспорасы ұйымы Жебеу деген, бастығы Омарәлі Әділбек, Рақым Айып, Талғат Мамырбек пе, тағы сондай біреулер бар. Екіншісі, Мұқан Мамытханның Отандас ел деген ұйымы, ол да Қытай диаспорасы ұйымы. Үшіншісі, Дүкен Мәсімханның ұйымы. Бұлардың барлығы Пекинге шапқылап барып, ұйымдарын тіркетіп алған. Кәдімгі Қазақстанның азаматтығын алса да, олар өздерін Қытайдың диаспорасымыз деп жариялағандар. Сондықтан бұл сұмырайлар кәдімгідей таптаза Қытайдың билігі үшін жұмыс істейтіндер. Кәдімгі Қытай билігі үшін жұмыс істейтіндер. Қытайдың Қазақстандағы лоббилері. Енді осы сұмырайлар, олар қарапайым халықтан гөрі, олар кириллицаны жақсы жазады, біледі, оқыған, тоқыған, бірақ олар күні-түні отырып алып жаңағы Серікжанды жамандаумен айналысады. Сондықтан Қытайдан келген қазақтың бәрі жамандайды екен демеңдер. Санап келсеңдер 10 қазаққа жетпейді. Санап келсең 10 қазаққа жетпейді. Бірақ Фейсбукте әрқайсы 1000 аккаунттан ашып алып жамандап отыр. Ал сіз Қытайдан келген қазақтың барлығы деп сіздің сұрақ қойыңызда, егер ниетіңіз дұрыс болса, бұндай сұрақ қоймайтын едіңіз. Мүмкін қателесіп отырсыз. Мүмкін сіздің өзіңіз солардың адам болуыңыз мүмкін. Енді Алла білуші, жаратушы білуші. Біріншісі, сіз біздің YouTube каналды тексеріңіз. Қаншама жылап еңіреп отырған қазақтар рахметін айтып отыр. Олар біз арқылы туыс-туғандарының бостандыққа шығуын көріп отыр. Бізге рахметін айтып, бізге арыз берді. Сол арқылы туыс-туғандары еркіндікке жетті. Сондықтан олар ешқашан Серікжанды жамандамайды. Сондықтан бұл жерде осы нәрсені баса айту керекпіз. Тағы қандай сұрақтар бар? Сатқындарды қалай тоқтатуға болады? Тоқаевтың билігін төңкергенде, Назарбаевтың тұтас кланын тазалағанда, Қазақстанда таза ашық батыстық үлгідегі демократияны орнатқанда, біз бүкіл ұлт сатқындарын шетінен тізіп отырып, арысы Совет одағы кезінен берісі Назарбаевтық кезде ұлтқа қарсы қандай жұмыс жасады тұтас тексереміз. Сөйтіп халықаралық бақылаушылар мен әділ сарапшылардың қатысуымен жазалаймыз. 30 жыл Назарбаевтың кезінде нақақ сотталған бүкіл қазақтарды ақтаймыз. Артық сотталғандарға төлем төлейміз. Мысалы, 3 жылға сотталатын болып, Назарбаевтың режимі кезінде асыра сілтеп 20 жылға сотталса, онда оның 17 жылдығына төлем төлейміз. Мемлекеттік төлем төлейміз. Және барлық жаламен сотталған қазақтарды түрмеден босатамыз, олардың бүкіл қылмыстарын ақтаймыз, жаңағы жаласынан арылтамыз, және қазақтарды нақақ соттаған барлық судья, прокурор, полицей, киембі, және қазақтарға жала жапқан барлық сұмырайларды, және барлық судья, киембі, прокурор, полицейлермен одақтасып қазақтарды нақақ соттауға көмектескеннің барлығын бірін қалдырмай соттаймыз. Міне. Яғни Қазақстанда демократиялық әділ қоғам орнағаннан кейін қазіргі қоғамдағы үстем табы өкілдері, әсіресе соның ішінде қазақтың қолына қаным алынғандардың біреуі аман қалмайды. Бірақ сыпырмайын, бәрін соттамаймыз. Әділ, таза, дұрыс болу үшін халықаралық сарапшылардың қатысуымен, дәлел фактілердің болуымен соттаймыз.